Шинжаңдағы Тянь-Шань тауының орта шығыс бөлігінде қанша түрлі жабайы хайуанаттар мен өсімдіктер бар. 1,5 жыл жалғасқан Тянь-Шань тауының орта шығыс бөлігіндегі жабайы хайуанаттар мен өсімдіктер байлығын түбегейлі тексеру аяқтап, хайуанаттар мен өсімдіктердің қазіргі жағдайы алғашқы адымда анықталды. Әрі жабайы хайуанаттар мен өсімдіктерге тұңғыш рет санды мәлімет архиві орнатылды. Осы реткі тексеру нысаны шығысы Құмыл қаласынан басталып, батысы Шиғу қаласына дейін барды. Жалпы көлемі Тянь-Шаньның шығыс бөлігі мемлекет меншігіндегі орманды басқару мекемесінің 11 бөлімше мекемесіне қарасты районды қамтып, жалпы ұзындығы шамамен 1000 километрге жетті. Осы реткі тексеру нәтижесі қарасты районда құрлықта жасайтын жабайы хайуанаттардан 284 түрі бар болып, мұның ішінде 58 түрінің мемлекет дәрежелі қорғалатын хайуанаттарға жататындығын, ал өсімдіктерден 855 түрі байқалып, мұның ішінде 13 түрі мемлекет дәрежелі қорғалатын өсімдіктерге жататындығын айқындады.